Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Қазына Кезет каналына қош келдіңіздер. Біз бүгін Қыпша ертегісінің 4-ші бөлімін тыңдайтын боламыз. Ендеше құлақ түріңіздер. Ендігі әңгімені ері саудагерден бастайық. Саудагер базардан шығып үйіне келсе, үйінде Қыпша да кемпір де жоқ. Сұмдықтың болғанын сезіп, шаш-сақалын жұлып, есінен танып, біраз жатып қалады. Бір кезде есін жиып, біраз отырып, маған енді тіршіліктің керегі не деп ойлап, үйіне бір адамды пәтерге отырғызып, қайыршының киімін киіп, үйме үй, көшеме көше, алла ах деп мойнына қоржын салып, тентіреп, Қыпшадан хабар шығып қалар ма екен деп жүре береді. Саудагер күндіз болса үй-үйден қайыр сұрап, қора-қораларға кіріп, дымы құрығанда өзі үйіне келіп жатады. Сонымен арада 38 күн өтеді. Қыпшадан әлі хабар жоқ. 39-шы күн тентіреп жүріп, патшаның қақпасының алдына келіп, бар даусымен алла ах деп асай мүсейлерін салдырлатып тұрады. Қыпша ері саудагердің даусын танып, пәлен адамда осы патшаның биік дуал қорғанынан қарғып түсетін 2 тұлпар аты бар екен. Соны қайтсең де сатып алып, ертең кеште ел ұйықтаған кезде осы қақпаның ішіне кірмесең, енді мен саған жоқпын деп болған мәселені айтып хат жазады. Ол хатты бір нанның ішіне тығып, бір күтушіге мына нанды сыртта тұрған қайыршыға бер деп беріп жібереді. Ері ол нанды қоржындағы көп нанның ішіне тастай салып, тағы да жүріп кете береді. 39-шы күні саудагер ешқандай дерек таба алмай, қайғымен қатып үйіне келіп жатады. Қыпша кеткелі анық бір жапырақ нанның басын құрап жемеген, қарны әбден ашқан. Жылап жатып, нанның ішінен бір нан алып жемекші болып, қолына алған нанды пышақпен кесіп жібергенде, ішінен Қыпшаның хаты шыға келеді. Саудагер хатты оқып, ахуалды толық түсініп, сол түні таң атқанша ұйықтамай, таң атысымен 2 тұлпардың иесіне келіп, өз бағасына неше есе артық баға беріп, 2 тұлпарды сатып алады да даярлық етіп тұрады. Кешінде патшаның биік дуалына 2 тұлпар атты қамшылап жіберіп, биік дуалдан қарғытып ішке түседі. Саудагер ішке түскенде Қыпшаның алдындағы күтушілері ұйықтамай, Қыпша кешігіп қалады. Саудагер бір қанша күндерден бері қайғымен ұйықтамай жүргендіктен, біраз отырған соң, ұйқысы келіп, тұтқиылдан ұйықтап кеткенін өзі де білмей қалады. Саудагер ұйықтап жата берсін. Сол шәріде жатқанның жанын кесетін бір ұры бар екен. Ол ұры патшаның қазынасын ұрламақшы болып сырттан бұзып алуға ретін таба алмай, қазына қорының ішінде болған үшін жер астынан тесіп келіп, алдымен қораның ішіне кірмекші болып бірнеше күн жер астын кеулеп қазған екен. Саудагер қатты ұйқыға кірген кезінде, әлгі ұры патшаның биік дуалының ортасынан тесіп шыға келеді. Ұры шыға келсе, бір адам 2 жақсы атты ұстап ұйықтап жатады. Ұры, бұл атпен қалай түседі, мұнда бір сыр болу керек деп, сол 2 атты саудагердің қолынан алып, басқа бір жерге барып тұра қалғанда, сарт етіп есік ашылып, ұры, бұл не қылған адам екен деп қарағанша болмай, қоржынның 2 басын толтырып көтерген бір әйел жетіп келіп ұрыға, қоржынды мықтап байла, тезірек кетелік, дейді. Ұры қайран қалып, не болса сол болсын, осы адамның бетіне қарай істейін, деп қоржынды қанжығаға байлағанша Қыпша тұлпарға мініп, дуалдан қарғыта жөнеледі.
Ұры аттардың дуалдан қарғып кететінін біліп, қоржын байлаған атпен қарғытып Қыпшаның қасына ереді. Қыпша: «Ал енді бетіңді түзе де осы тұлпардың бар жүрісімен жүр» деп екеуі қараңғы түн ішінде жарысып жүріп кетеді. Бұлар жарысып кете берсін. Саудагер бір кезде қатты ұйқыдан ояна келсе, қолындағы аттары жоқ. Саудагер бір сұмдықтың болғанын біліп, есі шығып, қалай болса солай қораның ішіне сенделіп жүріп, бір жерге гүп етіп түсіп кеткенін өзі де білмей қалыпты. Бұл түсіп кеткен жері патшаның қазынасын ұрлау үшін қазып шыққан ұрының қазған жері болып, сонымен таң біліне көшеге де шығады. Қыпшадан айырылған соң, маған енді тіршіліктің керегі жоқ деп, дерексіз кеткен Қыпшаны іздеп, беті қалай ауса, солай тентіреп жүре береді. Ендігі сөзді Қыпшадан басталық. Бәледен құтылдым ба деп асығып аттың арынымен тұра шаба жөнелген Қыпша, бір-екі көше айналғанда қасындағы басқа адам екенін білсе де, не де болса болары болды, ақырын бірақ көрейін деп сол бетімен кете береді. Ұрының қуанышы ісіне симай, Қыпшамен үзеңгі қатысып жарысып келеді. Таң ата қараса, адам екені, перизат екені белгісіз бір сұлу. Қыпшаға қарағанда аттан талып түсе жаздап, жан-жағына ғашық болып, Құдай бағымды көтеріп, қиуасыз жерден кез болған жаным, енді мақсатты орындалық деп Қыпшаны айналдыра бастайды. Қыпша: «Мені Құдай сізге қосу үшін ойда жоқта кездестірді. Енді мен сіздің адамыңыз болдым. Асықпаңыз. Асығыс сайтан ісі емес пе? Алдымен мына зұлым патшадан ұзап құтылып алған соң, өзімізді өзіміз білеміз ғой», дейді. Ұры бұл сөзге қатты риза болып, сол жарысқан бетімен шауып отырып, түс қайта бір қалың ағашқа келіп түседі. Бұлар аттан түскенде ұры сенделіп, ат соғып шаршап қалғандығын айтады. Сонда Қыпша: «Сіз жер қазумен бұрын қатты шаршағансыз ғой, мен артық шаршамадым. Сырқыраған қол аяғыңызды біраз уқалап, сізді тезірек тынықтырып алайын» деп ұрының қол аяғын уқалай бастайды. Ұры бұған өте насаттанып, мұртынан күліп, аяқтарын созып жіберіп, қуанышы ішіне симай жата береді. Қыпша адам талдыратын у-дәріні білгізбей ұрының аяғына жаға береді. У-дәрі ұрының денесіне жайыла бергенде, ұры бір-екі есінеп, есінен танып қалады. Қыпша ұрыны талдырып тастап, тұлпардың бірін мініп, бірін жетегіне алып жүріп кетеді. Ұры талған күйінше жата берсін. Қыпша ұрының бар киімін шешіп алған еді. Ұрыдан ұзап шыққан соң, өз киімдерін қоржынға салып, ұрының бар киімін киіп, еркек болып алып, ары қарай жол жүріп кете береді. Құрметті оқырмандар, біздің бүгінгі ертегіміздің 4-ші бөлімі осымен тәмамдалды. Ертегі сіздерге ұнаса, лайк басып пікір қалдырыңыздар. Ертегінің келесі қызықты бөлімін жіберіп алмас үшін қоңырауды басып қойыңыздар. Сау сәлеметте болыңыздар.